Сәлем құрметті үйренушілер, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз алдыңғы сабақта білесіздер, біз to be-ді өттік, I have-ді өттік. Енді соған байланысты біз бүгін адамдарды сипаттайтын боламыз. Яғни өзіміздің мамамызды, папамызды, немесе аға бауырларымыздың барлығын сипаттай алатын боламыз. Ол үшін бізге керек сөздің біреуі, қазір appearance дейді, яғни сыртқы көрініс деп аталады бұл сабақтың аты. Яғни сыртқы көрініске байланысты сөздерді жаттайтын боламыз. Бірінші beautiful дегеніміз әдемі деген. Яғни мысалы оны to be арқылы қолданасыз. Мысалы you'дың to be are болса you are beautiful. Яғни сен әдемісің деген сөз шықты. Немесе менің анам әдемі дейтін болсаңыз my mother'ın to be не еді? Is beautiful. Яғни менің анам әдемі деген шықты. Енді одан кейінгі үйреткім келетін сөз attractive дегеніміз тартымды деген. Яғни тартымды дегенде әдемінің синонимі болып табылады. Яғни attractive. Мысалы my sister is attractive. Яғни менің әпкем тартымды деген мағынада шығады. Енді одан кейінгі тағы да әдемі деген мағынасын біреуі pretty деген сұлу, тартымды деген мағынада болады pretty. Мысалы қалай айтуға болады? You are pretty. Мысалы сен сұлусың деген мағынаны қолдануға болады. Енді соған байланысты, жігіттерге байланысты қолданатын болсақ, жігіттерге әдемі деген мағынаны қолданатын болсаңыз, керемет сөз бар. Handsome деген. Hey, you are so handsome. Мысалы сен несің? Әдемісің деген мағынада. Или my father is handsome. Менің әкем сұлу деген мағынада. Енді жігіттерге сұлу деген әдемі деген мағынада. Сипатичный мағынасында handsome. Окей. Енді бұның барлығын не істейміз? To be-ді қолдану арқылы қолданамыз. Енді байқасаңыздар біз сұлулыққа байланысты сөздердің барлығын айттық. Енді бойға байланысты. Бойға байланысты адамның бойды не дейді? Heights дейді. Heights деген бой деген мағынада. Мысалы бой ұзын адам болатын болса, to be-ді қосасыз да tall деп айта саласыз. Мысалы менің бойым ұзын болса I am tall, сенің бойың ұзын you are tall. Яғни ол ұзын десе he is tall. Мысалы менің досым ұзын десе my friend to be не болады? Is tall. My friend is tall. Яғни менің досым ұзын деген мағына шығады. Енді егер бойы қысқа болатын болса, ағылшындарда бойы қысқа дегенді short. Яғни мысалы my brother is short. Яғни менің ағам бойы қысқа деген мағына шығады. My brother is short. Short дегеніміз қысқа деген мағынаны береді. Енді достар, біз бойға байланысты, яғни ұзын болса tall, қысқа болса short екенін түсіндік. Енді үйренетін сөзіміз адамдардың салмағына байланысты. Weights деген салмақ, иә. Мысалы, егер адам арық болатын болса, оны қалай айтамыз? Thin дегеніміз арық. Оны қалай қолданамыз? Бұны to be арқылы қолданамыз. Мысалы, my friend is thin деген бойы несі арық деген мағынаны береді. Тағы арықтың мағынасын беретін бір не? Slim. Мысалы, my sister is slim. Яғни менің әпкем немесе сіңлім, қарындасым өте арық, қатты арық емес, арық деген мағынаны береді. Енді егер салмағы өте жоғары болатын болса, яғни болады ғой, бір семіз болатын болса, оны ағылшындарда overweight деген салмағы жоғары деген мағына. Overweight. Енді семіз деген мағынада, яғни болады толық, енді сондай мағына қолданатын болса, fat дегеніміз толық деген мағынада. Барынша бұл сөздерді адамдарға қолданған дұрыс емес негізі. Overweight деген сыпайырақ түрі, fat деген жирный, яғни майлы деген мағынадан береді. Барынша, яғни достарыңызға басқалары қолданған дұрыс болмайды. Бірақ біреуді сырттай сипаттайтын болса, қолдану керек болатын жағдайда қолданасыз. Fat дегеніміз өте толық деген мағынаны береді. Достар, қазір үйреткен сөздің барлығы to be мен қолданылады, to be мен. Енді біз сіздерге үйреткенмін have дегенде. Мысалы I have, you have десе менде бар, сенде бар. She дейтін болсақ, he дейтін болсақ, it дейтін болсақ, үшінші жақтың жекеше түрінде has болады. Немесе бір адамның бір ғана адамның атын айтатын болсаңыз, мысалы Марат болсын, мысалы Жандос болсын, has деп қолданасыз. Енді жасап көрейік, мысалы I have деп не деп қолдануға болады? Көзге байланысты қолдануға болады. I have не дейміз мысалы? Dark eyes, яғни менің көздерім қара деген, dark eyes. Көк көз болатын болса, I have blue eyes, яғни көк көздер. Мысалы, дәл сол сияқты, I have brown eyes, яғни менің көздерім қоңыр деген мағына. Менің көздерім қоңыр дегенде, сонда have бен қолданасыз. Мысалы, my mother has
brown eyes, яғни менің анамның көздері қоңыр деген мағынаны береді. Енді бұны тек қана көзге байланысты қолданбаймыз. Мысалы, сенің көздерің әдемі десе қалай болады? You have beautiful eyes, яғни сенің көздерің әдемі деген мағынаны береді. Енді егер біз қолданатын болсақ та have пен тағы нені қолдануға болады? Шашқа байланысты қолдануға болады. Егер сіздің шашыңыз тік болатын болса, тік шаштарды ағылшын тілінде straight дейді. You have straight hair. You have straight hair. Яғни сенің шашың не дейді? Тік деген мағынаны береді. Straight, тік. Мысалы, to have straight hair, шаш тік, шашты болу деген мағынаны береді. Енді егер шашыңыз толқын сияқты болады ғой, болатын болса, волнистый болатын болса, онда wavy дегенді қолданасыз. Мысалы, I have wavy hair. You have wavy hair. Your friend has wavy hair. Не үшін your friend has'ді қолдандық? Өйткені үшінші жақ жекеше түрінде тұр. Сол үшін has'ді қолданып тұрмыз. Енді түсінікті, wavy деген толқын. Ал егер спираль сияқты өте бағана болады ғой, толқындалған, бірақ өте спираль сияқты деңгейде болатын болса, оны не дейміз? Curly дегеніміз, яғни спираль тәріздес. Мысалы, I have curly hair. You have curly hair. She has curly hair. He has curly hair. Яғни осындай curly дегеніміз, яғни спираль тәрізді дегенді қолданады. Достар, мына бір сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап, бағанағы сөздерді ауыстырып қолдансаңыздар болады. Жалпы назар аударғандарыңызға рахмет.